Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы географиялық деректерді визуализациялау. Осы сабақта қол жеткізетін оқу мақсаттары статистикалық деректерді талдау нәтижелері бойынша картограммалар менен картодиаграммалар жасау. Сабақтың мақсаты оқушылар статистикалық деректерді талдап, карта мен картодиаграмма түрінде көрсету. Ал енді балалар, географиялық деректерді визуализациялау дегеніміз не? Географиялық деректерді визуализациялау компьютерлік технология көмегімен цифрлық ақпараттар мен физикалық құбылыстарды байқау, бақылау және талдау үшін қолайлы сипаттама берудің ең қажетті және тиімді әдіс-тәсілдердің жиынтығы. Визуализациялау үшін әртүрлі әдіс-тәсілдер 2D және 3D өлшемді бедерлі карталар, цифрлық анимация, көлемді бейнелер, диаграммалар жасауда кеңінен қолданылады. Географиялық деректерді визуализациялаудың екі әдісі бар: картодиаграмма және де картограмма. Картодиаграмма карта бетіндегі аумақтық бөліктің белгілі бір статистикалық көрсеткішінің жиынтығын, кейде құрылымы мен динамикасын графикалық кескіндеме көмегімен көрсететін карта. Мысалы, мемлекет, облыс, аудан бойынша халықтың саны мен құрамы, өнеркәсіптің жалпы өнімі мен құрамы, белгілі бір мерзім ішінде өсуі, тағы басқалар көрсетіледі. Аудандық диаграммалар квадрат, шеңберлер, бұрыштар, тағы басқа көлемдік диаграммалар, кубтар, шарлар қолданылады. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгін біз сіздерменен Excel-дегі 3D картамен жұмыс істеуді үйренеміз. Ол үшін біз өзімізге қажетті географиялық деректерді Excel-ге енгізіп аламыз. Одан кейін, егер де сіздің таблицаңыз преобразованы болмаса, онда таблицаны басып, преобразовать деп басып аласыз. Енді менде қазір ол дайын болып тұр. Одан кейін біз мынау 3D карта дегенге басасыздар. Открыть 3D карта. Бізде жаңағы кестеде Қазақстанның облыстары жер аумақтармен болатын, байқасаңыздар. Енді облыс бірінші бағамыз тұр, бізде енді келесі бағамызды қосамыз, жер аумағы. Жер аумағы тұр. Енді біздер слой деген атын өзгертіп алсақ болады. Қазақстанның әкімшілік картасы. Қазақстанның әкімшілік картасы жазып алдым. Енді мынандай бізге диаграмма ыңғайсыз болып тұр, көрсеткенге. Мынау оңға солға жоғары төмен кнопкаларменен
картаңызды өзіңізге ыңғайлап алып регулировать етіп аласыз, жақындатып дегендей. Енді біз мұнда кіріп, бізге картограмма керек. Осылай жасап аламыз. Енді әр облыстың үстіне барсаңыз, қандай облыс екенін және де оның жерінің аумағы неше екенін көрініп тұр. Енді жоғары барып, подписи на карте бассаңыз болады. Одан кейін плоская картаны жасап аламыз. Картаңыз симей қалса, екі төмендегі плюс-минус деген батырмаларды басып, өзіңізге ыңғайлы жасап аласыз. Үшті жасап болады. Енді мұнда текстовый поле жазып қойсаңыз болады. Мысалы, Қазақстанның әкімшілік картасы. Қазақстанның әкімшілік картасы. Так, жоғары қарай өзіңізге ыңғайлы қылып жасап қоясыз. Енді не істейміз? Мақта темаларын өзгерте аласыздар. Өзіңіздің қиялыңызға байланысты. Мүмкін сізге PowerPoint-та не жасасаңыз, сол слайдқа байланысты түрлі түсін өзгертіңіз керек болатын болса, осы темаларға қолдана берсеңіз болады. Одан кейін бізде мұнда новая сцена деп тұр. Бассақ. Так, мұнда қарасаңыз, Қазақстан. Так, облыстан көрсек болады. Және де бұны мысалы Қазақстанның облыстары. Балаға көрсеткен кезде өте ыңғайлы. Так. Одан кейін мынау неменен захватить экранды неменен суретке түсіріп аламыз. Мен қазір сіздерге көрсетейін десе, менде принтскрин ноутбугымда өшкен орай істемей тұр. Одан кейін создать видео деп жасасаңыз болады. Мына жерде өзіңізге компьютерде ма, планшетте ма басып арнайы жұмыс істей бересіз. Так. Мұны осылай өзіңізге қажетті географиялық деректерді визуализация жасай аласыздар. Кестеде көрсетілген көрсеткіштер жиынтықтарын көрнекті түрде әртүрлі белгілер арқылы жеке бейнеленуді, яғни экономикалық географиялық бірліктері, аудан, облыс, мемлекет бойынша құбылыстарды, өзгерістерді түрлі түсті бояулармен контур картада көрсету жолдарын айтады. Құбылыстың өлшемін картограммада бояумен немесе штрихтаумен көрсетеді. Ал балалар тапсырма. Галерея әдісі арқылы берілген кестедегі мәліметтер бойынша 3D карта диаграмма жасаңыздар. Тапсырманы жасауға 15 минут уақыт беріледі. Microsoft Excel'дің 2016 жылғы бағдарламасының 3D картасын пайдалану қажет. Нәтижелерді қорытындылау таныстырылым түрінде рәсімделеді. Дескриптор. Microsoft Excel'дің 2016 жылғы бағдарламасын ашып, берілген кестені салады. Вставканы ашып, кестені белгілеп, 3D карта батырмасын басамыз. Нәтижесінде дүниежүзінің картасы шығады.
Экранның оң жағында слой данные область расположения, высота, категория деген жерге жер аумағының көлемі бойынша 10 деп жазамыз. Высота деген жерге жер аумағы километр квадратпен жазып қоямыз. Үшінші, данные изменить визуализацию на региональную карту батырмасын басамыз. Төртінші, экранның жоғары бөлігінде текстовой поле батырмасын басып, жер аумағының көлемі бойынша 10 деп жазамыз. Экранның жоғары бөлігінде подписи на карте батырмасын басамыз. Ал балалар, қолымыздан келді ме? Бір тексеріп көрейік. Ал балалар, бүгінгі біздің сабағымызды қорытындылай келе, бүгін географиялық деректерді визуализациялаудың екі әдісімен таныстық, және де Excel'де картограмма мен карта диаграмма жасауды үйрендік. Қалай сіздерге? Бәрі түсінікті болды ма? Оқушылар, сіздерден кері байланыс күтемін. Үйге тапсырма. Географиялық деректерді визуализациялау тақырыбын оқып, үйден статистикалық мәліметті алып, тағы да бір картограмма, карта диаграмма жасап келеміз.